Қайырлы күн, достар. Бүгінде күн керемет, жылы болып тұр. Әдемі болып күн шығып, қатты аяз болып тұрғанмен керемет болып тұр. Ана Бауыржан Момышұлы атамыз айтады ғой, тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деп. Шынымен де әр адам өзін тәртіпке тәрбиелеу өте қиын негізі. Өзін тәртіпке тәрбиелеу. Мен осы жүргенді бастаған кезде, күнде біреу мені нетіп, қыстап жүргізетіндей, әзер дегенде күнде 1000 сылтау айтып, 1045 сылтау ойлап тауып, ертең шықпай-ақ қойсам ба екен, жүрмей-ақ қойсам ба екен, соншама не керегі бар деп сөйтіп әзер үйрендім. Өзіме қатал тәртіп қойып, күнде өзімді кәдімгідей қамшылап, солай. Өйткені бір күн шықтым да, ең бірінші кезде шыққаным. Шығып біраз жүргеннен кейін аяқ қолым дірілдеп, басым айланып, көзім қарауытып, сөйтіп үйге келдім. Көп жүріп қойған екен. Олай көп жүруға болмайды екен. Мен бірден көп жүруді бастап кеткем ғой. Сөйтіп келдім да, ұшып түстім, ертесі тұра алмайым. Анау бұрын физкультурада дене шынықтыру сабағында жүгіріп, ертесі тұра алмай қалушы едік қой, сол сияқты. Бір қиналып, прямо ертесі күні қой жүрмей-ақ қояйын, бармай-ақ қояйын ешқайда, жүрмей-ақ та қояйын, бұл маған керек емес сияқты деп. Содан кейін бір-екі күннен кейін қайтадан жүргім кеп, өйткені таза ауаға шығып жүрген кезде бір керемет сезімдер болады да, бір таза ауа жұтқаннан кейін бір керемет нәрсені сезіндім да, бірақ шыққым келіп тұр. Солай ақырындап күнде өзіме тәртіп қойып, уақыт қойып, өзімді қамшылап, тұруың керексің, жүруің керексің деп, жаңағы осы жүргенге әбден үйреніп, әдетке айландырып, мықты болып алдым қазір. Қазір енді ондай қорқыныш менде жоқ. Жүргім келеді. Ерте тұрам и жүріп кетем сразу. Бір стакан суын ішіп алам да, жүріп кетемін. Өйткені мен осыған үйрендім. Жүруге үйрендім. Жүрудің де түрлі әдістері бар екен. Басында мен ақырын бір прогулкада жүргенде, ақырын жайбарақат бір жерлерде отырып дем алып, солай жүруші едім. Кейін ақырындап өзім бір осы темпқа үйретіп алдым. Ақырындап тоже жүруге бір түрлі да, одан кейін ойладым, ақырындап жүріс болмайды, жүгіру тағы болмайды. Жүгірсең уже ертесі күні мүлде тұра алмайсың. Сондықтан өзім бір осы темпті ұстап алдым әдемі. Жүгірмеймін де, асықпайым да, орташа қалыпты ұстадым да, мінекей күнде өзіме тәртіп қоя жүріп, осы жүруді әбден әдетке айландырдым. Сондықтан тәртіп деп енді орысша дисциплина дейді ғой. Тәртіп бізде әртүрлі мағына береді. Тәртіптің осындай бір керемет көмектері бар адамның өміріне. Өзімді тәртіпке салу арқылы, өзімді тәртіпке қамшылау арқылы осы жүруді машықтадым десем болады. Машықтандырдым ба, қалай енді. Солай. Тәртіп деген өте керемет нәрсе екен. Дисциплина, енді мен айтпаймын, сондай дисциплина, прям қаталмын, сондай өзіме де, өзгеге де сондай қаталмын деп айтпаймын, бірақ дисциплинаның бір жақсысы
өзіңе андай иттер жүр ма, өзіңе де саған еріп жүрген адамдарға да бір керемет пайдасы бар деп ойлаймын. Өйткені тәртіп бол, үйде де тәртіп бол, сенің денсаулығыңа да керек. Тәртіп бол, сенің жаңағы бизнесіңе да керек. Тәртіп болмаса көп жерде ақсайсың. Тәртіп болмаса жаңағы дисциплинаң дұрыс емес болса, жаңағы қаржы жағы да дұрыс келмейді. Қаражаттың табудың өзі де сенің тәртібіңе байланысты. Түске дейін ұйықтап жатсаң, болмаса уақытысында келіссөздеріңді дұрыстап жүргізбесең, клиенттармен уақытысында дұрыс сөйлеспесең, бәрін жоспарлап тәртіпке қою арқылы жағдайың бәрін ақырындап түзейсің. Өте тамаша нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан тәртіпке өздеріңізді бағындырып үйретіңіздер. Мен енді анау айтатыным жаңағы не ғой, тәртіп деген ол өзіңді қамшылау. Біздің өзіміздің жалпақ тілімізбен айтқанда, өзімізді қамшылау уақытысымен тұру, уақытысымен барлық шаруаңды уақытысымен істеу, барлық шаруаңа жауапкершілікпен қарау деп түсінемін. Жаңағы тәртіпке өзіңді тәрбиелеу үшін бала сияқты тәрбиелейсің ғой өзіңді. Мысалы, кішкентай баланы тула салғаннан тәрбиелейсің ғой. Оны жаңағы денесін жуу арқылы, денесін созу арқылы, уақытысында тамақ беру арқылы, солай өсіріп келіп бір жастарға жеткенде отырғызу, отырғызып үйрету, жүргізіп үйрету деген сияқты. Одан кейін ақырындап баланы тәрбиелейсің солай. Өмірге үлкен қадам бастырасың, ата-ананың көмегі. Керемет қой, сол сияқты өзіңді тәрбиелейсің. Бірақ бала тәрбиелегеннен өзіңді тәрбиелеу өте қиын екен. Өте қиын. Өйткені мен қанша көріп жүрмін. Өзімді біраз уақыт тәрбиелегенде, осы именно жүруге келгенде, өзім күніне өзгеріп отырмын ғой. Күніне өзгеріп қалам. Қой жүрмей ақ қояйын, қой ананы сөйтпей ақ қояйын. Өйткені кішкене қиындау сияқты болды да маған. Сондықтан өздеріңізді тәрбиелеп, әдемі жағдай жасап, тәртіпке үйретіңіздер. Бірақ өте қатал болмаңыздар, өте жаңағы не болмаңыздар. Кейбіру қаталдықты ұстанып алады. Өйтіп қаталдықты ұстанбай, өзіңіз қамшылап, уақытысында тұрып, уақытысында жүріп, уақытысында жұмысқа барып, тәртіп жасап алыңыздар. Ой, терлеп кетесің жүрерде. Солай мен көп жерде өзімді осылай тәртіпке салғанмын. Сондықтан сіздерге де соны тілеймін. Амандықта болыңыздар, жақсылықта болыңыздар. Менің каналымды қолдап кетіңіздер. Осы каналымды жай салып жүрмін енді. Өйткені мен әлі ештеңе мына телефонды онша әлі меңгерген жоқпын дұрыстап ютубты. Сондықтан жай ғана қарапайым ғана видео салып жүрмін. Мені қолдап кетіңіздер. Қазақша каналымды жаңадан бастап жатырмын. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Күндеріңіз жақсы болсын. Алда тағы да көп әңгімелер болады сіздерменен. Өзімнің тәжірибеммен өмір бойы жинаған көп тәжірибем бар. Сонымен бөлісемін.
ол сіздердің әрқайсыңыздарда бар тәжірибе, ол бәрі еңбекпен келеді. Сенің қателіктеріңнен келетін нәрсе ғой тәжірибе деген. Сондықтан сол нәрселермен бөлісем. Осы менің айналамдағы адамдарға көбінде сұрақ қойғанда айтамын ғой, мен осы жаяу жүріп өзімнің бүкіл мақсатыма жетемін. Жаяу жүріп мен әр мақсатыма, әр істейтін ісіме өзім жаяу жүріп жетем деп бәріне сөйтіп айтамын да. Сондықтан сіздер де өз мақсаттарыңызда жаңағы іске асырыңыздар. Сол айтарым. Бүгінгі айтарым осы, амандық болсын. Жақсы сау болыңыздар.